Келін, ас төрлеме несібеге құрметсіздік. Сонда сорпаның дәмін қалай білуің керексіз ғой? Суытып көр. Мына келін айтқанды түсінбейді. Пышақты ашық қалдырма дедің ғой, ұрыс болады. Келін, бетіңді қолыңмен таянып отырма, уайым шақырады дейді. Бүгінге маған маза бермедіңіз ғой? Пышақты дұрыс қоймағасын ұрыс басталды. Болды енді. Мынадай шайнекті адам баласы ала ма, сықырып бүкіл несібеміз кетті үйде. Артымнан келген жүгім ғой. Шайнектің алдында бай болып едіңіз бе? Түнде айнаға қарауға болмайды, жын кіріп кетеді. Ой, ата, шошытпаңыз, орамалымды дұрыстап едім. Неге шықтым даланың туалетіне? Салқын, үйде отсам атамнан маза жоқ. Айттым, үйге қарай жүгіруге болмайды, ұрыс болады. Ырымды кім шығарған? Енді тонып бара жатсам жай жүрем ба? Мен ырымдарға сенбеймін. Оны о заманда кітап, компьютер болмаған кезде адамдар өздері придумать еткен. Ырымға ғылыми дәлелі жоқ. Атаммен спорласып болсаң кешкі асқа кіріс. Ерте ғой, жаңа ғана обед ішіп болдық. Ұйқым кеп тұр, шамалы демалып алайын. Ой Аллах, жас болып шаршай береді екенсің. Қазір жасқа қарамайды. Жастар да шаршайды. Үй таза, шашатын бала жоқ. Ужинге ерте. Так что мен кеттім.